Мен сіздермен бірге Кимас кезет. Бүгін мен 11.000 кубок апат ететін, 11.000 кубок апат ететін боламын. Короче, 11.000 кубок болады менде. Яғни бұл менде бүгін мен мощный апат ету. Мен бүгін 500 кубок апат еттім. Вообще қиын достар, қиын екен вообще. Қалай топ-1 миралар вообще апат етеді қой мен. Адам нервісі ғой, нервісі бағана вообще нервім ұстаған. Вообще ойладым, дауысты судар жеткен. Минус 20-ға кеп кеткен ғой, бірақ ол болды. Бүгін вообще, короче, менде жақсы күн болып тұр. Өйткені сол 20 кубок минустан кейін мен Эль Примомен ойнадым достар. Эль Примомен ойлаңыздаршы, сразу минусқа кірмей бір примерно 10 рез неттім ойнадым. Солай болды, короче. Мынау қазір сендерде ускоренный процесста болады. Мен ренжімеңдер, неге тез келіп отырсыңдар деп. Менде 1.5x тұр. Достар, иә. Мен қалай апат еттім. Достар, барынша лайктарыңызды басыңыздаршы. Мен видео бастамастан айтам, бірінші минуты ғой деймін. Менде қазір аяғында спайк тұрады. Спайктың түшкенін ол көбісі айтады, біреуден көшіп алдым. Анда Асылбек Кинг деп көріпсіздер. Мен бұрында менің атым Асылбек Кинг болған. Мен өз атымды Кимас деп қойдым. Кимас деп қоюымның себебі менің анамның аты қымбат, сондықтан ол ағылшынша Кимбат. Сол мамамның Ким деген бірінші әрпін алдында өзімнің ас деген немемді қоя салдым. Сонда Кимас деген болды. Маған ұнап қалды бұл есім, сосын мен қоя салдым. Ал неге даусымды түсірмедің десең, мен даусымды түсірейін деп едім, бірақ мен ауылда болдым. Ауылда болғанда ұят емес па? Анда үлкен кісілер жүреді. Сондықтан мен даусымды түсірген жоқпын. Мен ойладым ки намастыр мен голосымды жаза салайын деп, бірақ подходящий далаға шыға алмадым. Короче, коронавирус анау далаға шығуға болмайды. Сосын қатты тану тварь екенсің ғой. Бүгін, короче, қандай неме проблема имба болды десеңіздер, мен сендерге айтайын. Ол Джеки вообще имба болып кетті ғой достар. Джекимен ойлаңыздаршы достар, Джекимен бүгін қаншама адам тащит етті. Тану, мен қазір жеңілем. Жоқ, сен маған жоқ деме, сен өкпелеме, мейлі өкпеле дейсің. Деп өлең айтып кетсең қазақ өлең. Жарайды, суть емес, бұл біз жеңілдік, короче. Так, топ 2 алдық, это нормально. База жоқ, өзіме прям өзіме кәдімгі қатты бет қуанып отыр. Достар, мен неге кейбір айтады осындай 11.000 кубокты көтергенде, егер сол ящикті ашпасаң, онда сен неге прямой эфир түсмейсің ба дегендей болады ғой, соларға айтарым. Мен бүгін жаздым, жаңа ғана жаздым, солай істейін деп едім. Өкінішке орай менде жаздым, бірақ бүгін керек екен оған, сосын мен бүгін шыдамайым дедім. Себебі мен бүгін 500 кубок апат етіп, бүгін тосқанға шейін қуып кететін шығармын. Ал достар, сондықтан сол себепті мен сразу шампанов түсіріп отыр, мен түсіретін кезде түсірген емес бұлардың деп айтып жатсаң, авторский праваны не қойған. Сол 11.000 одан плюс 2, хотя бы плюс 2, да, достар, плюс 2. 99 ой. Жүру керек енді, бірін апат етіп. Маған сіздердің поддержкаларыңыз өте қатты қажет. Себебі мен ровно бір жыл видео түсіретін боламын. Егер онда бір жыл уақыт ішінде 1000 подписчик жиналмайтын болса, мен онда тастаймын, өйткені үмітім уже үзіледі. Себебі мен Brawl Stars'та уже менде түсетін болмайды. Уже новый аккаунт создать ету керек. Новый аккаунтқа уақыт керек, оны көтеру үшін, апат ету үшін уақыт керек. Ал мен уже болды, тойды мен. Достар, кейінірек бастау керек етін аккаунт везуч мен 2 лига түскенін сіздерге жаза алмадым. Жазайын деп едім, бірақ жазайын деп ойлаған жоқпын. Мен вообще YouTube түсірейін деп ойлаған жоқпын негізі. Бүгін
отырдым. Қазақ ютуберларын қарап отырмын. Қазақ ютуберлар базар ашып прям мощный ойнап кеткен ғой. Бүгін лайктарыңызды аямай басыңыздаршы, өтініш сіздерге. Лайк, подписка. Егер менің видеомды 50% адам без подписки қарайды ойлаңыздаршы. Ол нене мағына береді. Мен сонда қызықсыз қылдырып өткізем деген мағына береді. Мен барлығынша қызықты қылдырып өткізгім келеді, бірақ менің тез сөйлегенде тілім күйісіп қалады деймін, қалайды. Короче, топ-2 алдым. 11.000 кубок достар. Өкінішке орай сендерге жаңалық. Қандай неге жаман. Мен бүгін көріп тұрғандарындай ашпаймын, мен жинап жүрмін. Мен қазақ ютубында бұрын соңды болмаған нәрсені жасамақшы болдым. Мен 100 мега ящиктеттім ғой. 100 кішкентай ящикті жинап, 1 мега ящик ары қарай көріп жатармыз, неше неме большой ящик болады екен. Соған тырсам. Бұл видеодан айттым. Енді осыны істеу керекпін мен, достар. Сіздер маған соны көргілеріңіз келсе, маған осы подпискаға басыңыздар. Сау болыңыздар, достар. Сендермен болған мен Асылбек Кең. Ой, Химас KZ.